Сәлем достар, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есім Ляззат. Бүгін біз духовкада тефтели дайындайтын боламыз. Ол үшін маған ет тартқыштан өткізілген ет, сәбіз, күріш және де теркадан өткізілген картоп қажет. Тұз бұрышымызды және де ұсақтап туралған пиязымызды қосып, бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Араластырып болғаннан соң, доңғалақтап тефтели дайындайтын боламыз. Табаны майлап алуды ұмытпаңыздар. Одан соң картопты жуып тазалап, жұқалап турап, тұз, бұрыш және де сұйық май қосып, араластырып аламыз. Одан соң тефтелидің арасына тығыздан етіп орналастырамыз. Піскен кезде тефтели арасы алшақтап кетуі мүмкін, сол үшін де картопты тығыз орналастыруды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің тамағымыз әдемі болып піседі. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Енді біз бір стакан жылы суға қаймақ пен томат пастасын қосып, жақсылап араластырып, соус дайындап, оны тефтелидің бетіне құятын боламыз. Одан соң пешімізде 40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің мұрын жарықта иісі бұрқыраған өте дәмді тамағымыз дайын болды. Енді оның бетін қызанақпен әрлейтін боламыз. Және де аскөкте себуді ұмытпаңыздар. Егер сізде үйде сыр болған жағдайда, сырды үккіштен өткізіп, бетіне сеуіп, 2 минутқа пешке қайта қойып алуға болады. Ол кезде біздің тамағымыздың түрі одан сайын әрлене түседі. Мінекей достар, біздің тамағымыз дайын, өте жұмсақ болып пісті. Мінекей сіздерге көрсетіп жатырмын. Сіздер де үйде дайындап көріңіздер. Өте ұнайды деген ойдамын. Ас болсын. Өте тез дайындалатын духовкадағы тамағымыз дайын болды. Ас болсын.